Қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен дәмі өте керемет қатпарлы тоқаштың дайындалуымен бөліскелі отырмын. Бізге керегі қант, тұз, ашытқы, су және қатты ерітілген сары май. Нанымызды илеп аламыз да, илеп болғаннан кейін бірден 7 бөлікке бөліп, ерітілген сары майды ыдысқа құйып, соған әбден сіңдіріп, екі жағын бірдей сіңдіріп алып майға, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз жылы жерге. Содан сразу жаямыз қолмен. Қолмен әбден жайып, жұп-жұқа қылып жайылады. Өзінен өзі жайылып отырады тесто. Содан шетінен мен творожный сыр, фета сырын пайдаландым. Фета сырын ұсақ қып турап, соны салып, рулет қып орап, табаға салып отырамыз. Бірінен кейін бірін салып, табаны әбден толтырамыз. Міне өздеріңіз көргенде өте жұқа, сондай май сіңген қамыр өте жұқа тез жайылады қолмен. Ешқандай оқтаудың көмегінсіз. Өстіп жайып, рулет қып орап, табаны толтырамыз. Сосын үстін жақсылап жұмыртқа мен сүтті араластырып, бетіне жағамыз да духовкаға, 190-200 Цельсия градустағы духовкаға. Мен 30 минутқа пісіп шықты менікі. Өте дәмді, сырты қытырлақ, іші үлпілдеген жұмсақ, керемет дәмді. Мен тоқаш деп атаймыз ба, сондай дәмді шығады. Ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Тура осындай бәлішті жасауға сіздерге кеңес беремін.